Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2029 жылға дейінгі сайлауалды бағдарламасы аясында 1 мен 4 сынып оқушыларын 100% мектеп тамағымен қамту жоспарланған. Мемлекет басшысының бұл бастамасы негізінде Жетісай аудандағы 74 мектептің жеткіншектері тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етілуде. Ал ондағы санитарлық талаптар қандай болу керек? Бұл туралы сала маманы жауап берді. Мектеп асханаларында бірінші кезекте объектіге санитариялық эпидемиологиялық рұқсат қорытындыны алып жұмыс жүргізу тиіс. Бұл Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің халықтың санитариялық эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік өнімдерді бақылауға жататын эпидемиялық мәні жоғары объектілер тізбесін бекіту бұйрығына сәйкес эпидемиялық мәні жоғары объектілер қатарына енгізілген мектеп асханалары. Эпидемиялық мәні жоғары нысандар ол қорытынды алып жұмыс жүргізуі тиіс. Жетісай аудандағы 74 білім беру мекемесіндегі ыстық тамақпен қамтылуына қамтамасыз ету бойынша 9 жеке кәсіпкерлері тарапынан ұйымдастырылады. Олар бірнеше санитарлық талаптарды сақтауы тиіс. Бірінші кезекте мектеп асханаларының жұмыскерлері арнайы медициналық бақылаудан өтіп, жұмысқа жіберілгендігі туралы рұқсаты бар, белгісі бар, медициналық кітапша болуы талап етіледі. Және мектеп асханасының тамақтану залында мекеменің басшысының бұйрығымен бекітілген ас мәзірі ілінеді. Ас мәзірде тағамның атауы және де шығымы көрсетілген мәліметтер тұрады. Тамақ өнімдерін қабылдау кезінде осы тамақ өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары болуы тиіс, және сол мәліметтері бракераж журналына енгізіле отырып қабылдау жүргізілу керек. Және мектеп асханаларында бракераж комиссиясы құрылады. Бұл комиссияның құрамына міндетті түрде медициналық қызметкер және де әкімшілік қызметкер, ата-аналар комитетінің өкілі және өндіріс меңгерушісі енгізіле отырып мекеме басшысының бұйрығымен айқындалады. Және бұл мектеп асханаларының қызметкерлері арнайы киімдермен, халат, бас киім, аяқ киім және қолғаптармен қамтамасыз етіледі. Және мектеп асханасында қол жуу жағдайлары болу керек. Ыстық және салқын су келтірілген қол жууға арналған раквиналар және қолды жууға және кептіруге арналған құралдармен қамтамасыз етіледі. Барлық санитарлық талаптардың сақталуына мектеп әкімшілігі, мектеп медбикесі, асхана қызметкерлері және кезекші мұғалімдер қадағалауы тиіс. Сондай-ақ балалар талапқа сай тамақтансын десек, ата-аналардың өзі де белсенділік танытып, мектеп асханасына бас сұғып тұруды ұмытпауы қажет. Клара Шербайқызы, Ғани Оралбайұлы, ақпарат Жетісай ауданынан.